Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен бірге дәмі өте ерекше, өте нәзік, үлпілдек, дәмі ауызда еритін, қазіргі күнде трендтегі сүзбелі, алмалы беземен пирог әзірлейтін боламыз. Бұл пирогтың дәмі өте ерекше, нәзік болып шығады. Алдымен бір ыдысымызға құрғақ ингредиенттерімізді салып, бір келкі араластырып аламыз. Ұнымызды, сахарный пудра, ванилин, разрыхитель, содамызды саламыз, бір тегіс араластырып аламыз. Содан кейін сары майымызды салып, бір-бірімен езіп, араластырып аламыз. Біздің тестамыз песочный теста болып шығады. Сары майымыз бен ұнымыз бір тегіс араласқаннан кейін жұмыртқамыз бен сметанамызды салып, қамырымызды илейміз. Біздің қамырымыз қолға жабысқыш, жұмсақ болып иленеді. Солай болуы тиіс. Ұнның тығыздығына қарай әркімде әрқалай ұн кетеді. Дайын болған қамырымызды пленкаге немесе пищевой пленкамен орап 20-30 минут холодильникке сала тұрамыз. Оған дейін салмаларымызды әзірлейміз. Алдымен сүзбелі салмамызды әзірлеп аламыз. Сүзбемізді творог, сахарный пудра, жұмыртқамызды, крахмалымызды салып, бір тегіс масса болғанша, бір келкі масса болғанша блендермен жақсылап езіп араластырамыз. Массамыз дайын. Енді алмалы салмамызды дайындаймыз. Алмамызға сахарный пудра, шым-шым корица мен крахмалды салып, оны да бір тегіс етіп, бір келкі араластырып аламыз. Енді қамырымызды жайып аламыз ыдысымызға. Алдымен қамырды жайып, содан кейін барып противенге салса да болады. Кімге қалай ыңғайлы, солай жасайсыздар. Маған бірден противенге жайған ыңғайлы болғандықтан осылай жасадым. Бір тегіс жайып шығамыз. Сүзбелі салмамызды саламыз. Бір келкі етіп жайып алғаннан кейін келесі алмалы салманы саламыз. Оны да бір тегіс етіп жайып шығамыз. Содан кейін духовкаға пісіруге жібереміз. Мен бұл пирогты 100-120 градуста 20-25 минут пісірдім. Пирогымыз дайын, духовкаға жібереміз. Пирог пісем дегенше беземізді әзірлейміз. Алдымен жұмыртқамыздың ақ-уызын жақсылап көпіргенше миксерлейміз. Ақ-уызымыз көпіріп бастаған кезде қантымызды бірден емес бөліп салып араластырамыз. Біздің ақ-уызымыз өте қатты да емес, тым жұмсақ та емес, өте үлпілдек, нәзік болып шығады. Енді дайын болған пирогымыздың үстіне беземізді салып, жайып шығамыз. Мен үстіне миндальный лепесток сеуіп әрледім, сеппесе де болады. Қайтадан духовкаға 10-15 минутқа 70-90 минутқа қойып аламыз. Егер рецептім ұнаса, каналыма жазылып, колокольчикті басып қойыңыз. Менің рецептімді жіберіп алмас үшін.